Мінекей Firefox сайтымен жұмыс жасайтын боламыз. Өзіміздің Google аккаунтымыз болса, Google аккаунтымыз арқылы кіреміз. Мінекей создать викторину, болмаса использовать шаблон арқылы өзімізге ұнаған шаблонды таңдап алсақ болады. Бірінші создать викторину дей берейік. Мысалында біз көбіне жоғары сыныптардан кері байланыс алу мақсатында, болмаса әртүрлі тест тапсырмаларын беру кезінде қолдансақ болады. Жоғарғы сынып деп қояйын. 5 деп қояйын. Мінекей, мұнда типке кірсек, базовая викторина, свободными ответами, бинарная викторина, несколько вариантов. Әртүрлі түрін таңдау болады. Мен свободный ответ таңдаймын. Тілін таңдаймыз. Мінекей, басталған кезде анкетирование жүреді. Атын, поштасын барлығын толтырады. Қажет жерлерге галочка қойып шығамыз. Ограничение қоймаймыз. Мінекей, бірінші сұрақ. Жаңа сұрақ қосамыз, плюс басып. Мұнда тоқтаймыз. Рахмет деп қояйық. Электронды почта керек емес. Завершение кезінде имяны қойса, бастапқы бөлікке біз анкета қажет емес десек болады. Соңында атын көрсетеді. Перенаправление нет деп қоямыз. Деталін басамыз. Дизайн таңдаймыз. Мінекей, мынау дизайн, бізде компьютер қосылған кездегі дизайн мінекей. Ал мынау біз ұялы телефонға ссылкасын жіберген кезде осындай дизайнды ашсақ болады. Бізге қазір ұялы телефон арқылы дизайн таңдайық. Онда біз интерактив тақтада ортаға қосып қойғанға болады осы қолдануға. Талін басамыз. Мінекей, дайын болды. Мінекей, мынау классический. Яғни біз компьютерден интерактив тақтаға осыны үлкейтіп қосып қойсақ болады ортақ балаларға. Ал балаларға ұялы телефоннан мына ссылканы копировать етіп, осы бастау. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Иә. Келесі.
мінекей қай тапсырма деймін, мында қате кетіпті. Қайтені жөндеу үшін мінекей аккаунтымызға кіріп, содержимойға кіріп, қателіктер болса жөндей береміз. Мынау ұялы телефонмен. Осылай ашылатын болады ұялы телефон арқылы. Енді нәтижені көру үшін, мінекей участникке дейін батырманы бассақ, кім тапсырғандығы барлығы тұр. Онда біз скачать батырмасын бассақ, Excel форматында жүктеледі. Мінекей кім қай сұраққа қалай жауап бергендігі барлығы осылай көрініп тұрады.